Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің палау жасау әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Ешқандай приправасыз өте керемет, дәмі де тамаша болып шығатын және де езілмей пісетін палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, видеоларымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті қоспаларымызды дайындап аламыз. Сәбізді орташа көлемде турап шығамыз. Сәбізді жасап жатқан тағамыңыздың көлеміне қарай қатты аз етіп те қоспаңыздар. Көбірек етіп қосамыз. Содан соң күнделікті қолданып жүрген сәбізден бөлек, осы палау тағамын жасаған кезде сары сәбізді де араластырып жасасаңыздар, өте ерекше дәмі шығып тұрады. Осылайша мен екі түрлі сәбізді араластырып жасаймын. Сәбізді турап алдық. Келесі кезекте пиязды да осылайша ортасынан бөліп, жартылай сақина етіп турап шығамыз. Және де пиязды мен мұнда екі үлкенірек пияз қолдандым. Егер де азырақ жасайтын болсаңыз, бір үлкен пияз қоссаңыз да жеткілікті. Неке қыздар, тағамымызға қажетті барлық қоспаларды дайындап алдық. Алдымен етті көз мөлшерімен қоса береміз. Палауға міндетті түрде осылай сүйектерін көбірек етіп қоссаңыздар, өте керемет болып шығады. Содан соң сәбізді де екі түрінен араластырамыз. Пияз, чеснок. Содан соң нут немесе нухат деп те атайды. Міндетті түрде алдын ала бір күн алдын салқын суға салып қоямыз. Содан соң осылай лазер күрішін пайдаландым. Күрішті де жақсылап суы мөлдір болғанша салқын суда жуып алып, соңынан ыстық суға кішкене бір шай қасықтай тұз салып қоятын боламыз. Ең алдымен енді біз тағамымызды жасау үшін табамызға май құятын боламыз. Палауды негізінде майын көбірек етіп жасасаңыздар жақсы болады. Өзіңіздің жасап жатқан мөлшеріне қарай 1,5 немесе осылай 2 ожаумен өлшеп қойсаңыздар да болады. Және де жаңағы еттерімізді қызып тұрған майға салып жақсылап қуырамыз. Мен мұнда кішкене қазы және де сүйек еттерді де ірі етіп турап алдым. Ең соңынан піскен кезінде алып, кішірек етіп турап шыға саламын. Осылайша еттеріміздің барлығын қызып тұрған майда жақсылап екі бетінен аударып, қызартып қуырып аламыз. Ешқандай да су құюдың қажеті жоқ. Етті ұзағырақ қуырсаңыздар, жұмсақ болып пісіп шығады. Содан соң осы табамыздың бетін жауып, етті тағы да біраз уақытқа дейін бұқтырып аламыз. Және де қайтадан бетін ашып, жаңағы пиязымызды саламыз. Етті міндетті түрде ұзағырақ қуырып алыңыздар. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Кішкене қызартып қуырсаңыздар, әдемі дәм беріп тұрады. Келесі кезекте осылайша пиязымызды салдық. Пиязды да жақсылап, кішкене күйіңкірегенше, сарғыш түске енгенше қуыратын боламыз. Содан соң жаңағы сәбізімізді де салып жақсылап 1-2 немесе 2-3 минуттай қуырып аламыз. Сәбізді салып қуырып жатқан кезімізде міндетті түрде 1 шай қасықтай қант саламыз және де 1 шай қасықтай тұз салдым. Егер де етіңіз тұздалған ет болса, азырақ қосыңыздар. Соңынан су құйғаннан соң дәмін көріп, тұзын дұрыстайтын боламыз. Келесі кезекте жаңағы нухат немесе нут деп те атайды, оны да салатын боламыз. Нутты міндетті түрде 1 күн алдын салқын суға салып қойыңыздар. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Немесе дәл сол күні дайындайтын болсаңыз, алдын ала оны газге қайнатып пісіріп алатын боламыз. Осылайша нухатты да салып болғаннан соң, жаңағы күрішіңізді есептеген қанша кесе күріш саласыз, содан мысалы 1 кесе күріш салсаңыз, 2 кесе су құятын боламыз. Солай өлшеп суын құямыз. Содан соң астын қатты отқа қойып, осылай қатты бұрқылдап қайнағанша қоямыз. Және де толықтай 1 чеснок салсаңыздар да болады. Толықтай чеснок және де ащы бұрышта өз қалауыңызша салып, тағы да бетін жауып, астын орташа отқа қоямыз. Және де осы кезде тұзын дұрыстап аламыз. Осылайша орташа отта қайнатып алдық 10-15 минуттай. Содан соң астын жаңағыдай қатты отқа қойып, үстіне күрішімізді
осылайынан жайып орналастырып шығамыз. Күрішті салғаннан соң біз бірінші су құйып қойғаннан кейін қайтадан үстіне су құюдың қажет жоқ. Осылайша күрішті салып алып үстінен бастырып жайып шығамыз. Және де тағы да табамыздың бетін жауып алдымен астын қатты отта суы тартылғанша қайнатып аламыз. Тағамымыздың суы тартылғаннан соң осылайша барлығын ортаға бір жерге қарай шет-шеттерін жинастырып шығамыз. Және де қасықтың немесе осы лопатканың көмегімен 4-5 жерінен тесіп шығатын боламыз. Қайтадан тағамымыздың бетін жауып, астын баяу отқа қойып, тағамымыз піскенше тағы да бұқтыратын боламыз. Біздің тағамымыз пісуіне бір 5-10 минут қалған кезде бетін ашып, осылайша жоғарғы бөлігін ғана күріштерді кішкене араластырып шығамыз. Толықтай араластырудың, астымен бірге араластырудың қажеті жоқ. Осылай күріштерімізді ғана бір-бір араластырып, тағы да жан-жағын жинап, 4-5 рет тесіп қоямыз да, тағы да бетін жауып, ең баяу отқа қалдыратын боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болады. Қазір тағы да бір 10 минуттай тұрса, тағамымыз толықтай пісіп шығады. Неке қыздар, біздің тағамымыз дайын болды. Осылайша арасынан еттерді алдымен бөліп алып аламыз. Қазір тарелкаға салған кезде майдалап турап ұсынатын боламыз. Және де қыздар, бұл тағамға қалауыңызша зира, куркума, кез келген палауға арналған приправа қоссаңыз да болады. Бірақ мен ешқандай приправа қоспаймын. Соның өзінде өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Еттерінің барлығын бөліп салып алдық. Күріші де қатты езілмей, өте жұп-жұмсақ әрі бір-біріне жабыспай өте керемет болып пісіп шығады. Еттерін осылай бөлек турап алдық. Қазысын барлығын қалауыңыз бойынша осылай жан-жағына әсемдеп, әдемілеп ұсына береміз. Және де бетіне пияз, көк пияз, укроп араластырып сеуіп ұсынсаңыз да өте керемет болып шығады. Осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Құрметті көрермен, каналымды қолдап, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет. Тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.